Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен түрік халқының ең керемет тағамдарының бірі пидені жасап үйренетін боламыз. Оны жасау үшін бізге 1 стакан суымызды құйып аламыз, және де үстіне тұзымызды, ашытқымызды, сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Електен өткізілген ұнымызды жаймен қоса отырып, біркелкі қамыр илей бастаймыз. Бірінші осылай қасықпен, екінші қолмен илейміз. Үстеліміздің үстіне ұнымызды сеуіп алып, осылай қамырымызды июі қанғанша илейміз. Дайын болған қамырымызды 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Менде мұнда тартылған ет және пияз, қызанақ, тәтті бұрыш, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша көкөністерді қоса берсеңіздер болады. Пияздарымызды осылай үлкен бөлікке бөліп аламыз, яғни блендерден жақсы өту үшін. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша оны турай берсеңіздер де болады. Оның ешқандай айырмашылығы жоқ. Мен осылай блендермен өткізуді шештім. 1-2 секундта езіп алғаннан соң оны тартылған етіміздің үстіне қосып жіберетін боламыз. Және де осылай қызанағымызды дәл осылай үлкен бөліктерге бөліп, оны да блендерден езетін боламыз. Барлық көкөністерімізді осылай езіп, тартылған етіміздің үстіне қосып отырамыз. Негізі өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәбізді қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Мен қосуды шештім. Және де араластырып, үстіне бұрышымызды, тұзымызды, көптеген дәмдеуіштерді қосып, араластырып саңыздар болады. Және де дайын болған қамырымызды үстеліміздің үстіне ұн сеуіп, оны бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Мен 4 бөлікке бөлдім, яғни менде 4 пиде шығады деген сөз. Қамырымызды осылай дөңгелетіп аламыз. Барлық қамырымызды енді үстеліміздің үстіне ұн сеуіп отыра, қамырларымызды сопақ қылып жаямыз. Мен осылай қамырымды жайып алдым. Енді осылай бағанағы дайын болған тартылған етімізді қамырымыздың үстіне жаямыз, және шеттерін осылай өреміз. Дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Ауызда ерейтіні сөзсіз. Ас болсын.